Сәлем достар, бүгін сіздермен королевский торттың видео рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Пікір алаңына өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Алда уақытта бұдан да керемет видео рецепттермен бөлісетін боламын. Мені қолдап, лайк пен комментарий қалдыра кетіңіз. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін 4 жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып, жақсылап 2 есек ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Оның үстінен қаймағымызды саламыз, тағы да миксерлейміз жақсылап. Содан кейін үстіне қамыр қосқышпен ұнды салып, орташа массада қамыр жасап шығарамыз. Дайын қамырды видеодағыдай теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 түрлі начинка болады. Арахис, кокосовый стружка, какао және мак. Осы 4 салманы 4 қамырдың үстіне біртіндеп салып шығып, жақсылап әр қайсысын араластырып аламыз. Осы 4 қамырды бөлек-бөлек 20-25 минуттан пісіріп аламыз. 20 диаметрлік формамызға араласқан қамырымызды салып, жақсылап жайып, қызып тұрған 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Одан кейін кремін дайындаймыз. Сливкиге шекер салып, жақсылап араластырып, қоюланғаннан кейін қамырымызды бірінен кейін бірін жинап шығамыз. Қамырымыз суығаннан кейін арасына крем жағып жинап аламыз. Және де мен қалған кремнің үстіне мак қостым да сыртына жағып шықтым қалған кремді. Кремі сіңу үшін холодильникте кемінде 5-6 сағат тұруы қажет. Осымен біздің тортымыз дайын. Өз қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады.